Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары, сақталу заңдары бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасы. Оқушылар қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары және осы физика пәнінен бөлек алгебра және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар, бірінші тапсырмасы: кестедегі бос орынға дұрыс жауапқа сәйкес әріпті жазыңыз. Дене импульсін табу үшін жылдамдық пен массаны көбейтеміз. Демек, мұнда бізде С әрпі жазылады. Күш импульсін табу үшін күш пен уақытты көбейтеміз. Демек, мұнда біз Д деп жазамыз. Енді бірінші тапсырманың Б-сында дене импульсінің өзгерісі күш импульсына тең. Демек, В болады. Енді С тапсырмасы күштің оның әсер еткен уақытының көбейтіндісіне тең физикалық шама, ол да күш импульсі болады. Демек, мұнда бізде Д болады. Келесі тапсырмасы екінші тапсырманың астында графиктің көмегімен 5 дененің күш импульстерін өсу ретімен орналастырыңыз. Оқушылар, жалпы күш импульсін табу үшін күш пен уақытты көбейтеміз. Енді мұндағы графиктің көмегімен 5 дененің күш импульстерін өсу ретімен жазатын болсақ, бірінші дененің күш импульсі азырақ болады, одан кейін 2, 5, сонан соң 3, ең үлкені бізде 4 болады. Келесі Б тапсырмасында массасы М болатын арба жолда тұрған дәл осындай екі арбаға жылдамдықпен келіп серпімді соғылады. Соқтығыстан кейін арбалардың импульсы неге тең дейді. Оқушылар, жалпы импульс табу үшін масса мен жылдамдықты көбейтеміз. Соқтығысқанға дейінгі импульстары масса мен жылдамдықтың көбейтіндісіне тең болатын болса, соқтығыстан кейінгі де импульстары осы мәнге тең болады. Яғни импульстың сақталу заңы бойынша. Демек, мұнда бізде С нұсқасы дұрыс жауап болады. Келесі үшінші тапсырманың астында энергияның сақталу заңы орындалады тұйық жүйеде. Енді Б-да халықаралық бірліктер жүйесіндегі жұмыстың өлшем бірлігін көрсетіңіз. Жалпы жұмысты табу үшін күш пен жолды көбейтеміз. Күштің өлшем бірлігі ньютон, жолдікі метр, сонда ньютон көбейтілген метр болады. Келесі төртінші тапсырмасы: оқушы партаның бетінен массасы 300 грамм допты 3 метр биіктікке лақтырды. Мұндағы G бізде 10 метр бөлінген секунд квадрат. Осыларға байланысты оқушылар мұндағы мінекей А, Б, С 3 тапсырмасын орындаймыз. Оқушылар, ең алдымен ХБЖ-ға келтіреміз. 300 граммды 1000-ға бөлеміз. 0,3 килограмм болады. Енді А тапсырмасы бойынша потенциалдық энергияның өзгерісі мен ауырлық күшінің жұмысын байланыстыратын формуланы жазыңыз деген. Жұмыс тең болады потенциалдық энергияның өзгерісіне. Оны табу үшін бірінші потенциалдық энергиядан азайтамыз екінші потенциалдық энергияны. Енді ашып жазатын болсақ, mgh1 азайтылған mgh2 болады. Енді келесі Б тапсырмасында жер доп жүйесіндегі жұмыстың формуласын жазыңыз деген. Жұмыс табу үшін mgh-ты көбейтеміз. Енді С тапсырмасы бойынша топқа әсер ететін ауырлық күшін есептеңіз деген. Ол үшін мына формуланы қолданамыз. Масса 0,3-ке тең, көбейтеміз G бізде 10-ға тең, көбейтеміз H бізде 3-ке тең. Үшін көбейтетін болсақ, тең болады 9 джоульға. Соңғы тапсырмасы: дене 10 метр биіктіктен еркін құлады. Оның кинетикалық энергиясы мен потенциалдық энергиясы тең болатын кездегі жылдамдығын анықтаңыз. G 10 метр бөлінген секунд квадрат. Потенциалдық энергиясы мен кинетикалық энергиясының тең болған кездегі жылдамдығын анықтаймыз. Екеуін тең деп алайық. Кинетикалық энергияны табу үшін массаны көбейтеміз, жылдамдықтың квадратына бөлеміз 2-ге. Ал потенциалдық энергияны табу үшін mgh-ты көбейтеміз. Мұнда бізде массалар қысқарады. Мұнда бізде астында 1 бар деген сөз. В квадратты көбейтеміз 1-ге. 2-ні көбейтеміз gh-ға. Енді мұндағы квадраттан құтылу үшін мына өрнекті түбірге аламыз. Енді сан мәндерін орнына қоятын болсақ, 2 көбейтілген 10 көбейту 10. Үшен көбейтсек 200 болады да, түбір астан 14,10
10-нан 1 болып шығады. Оқушылар каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.